Сәлем достар, бүгін пицца жасайтын боламыз. Пицца жасау үшін ең алдымен қамырды дайындап аламыз. Ашытқымен, яғни ашытып дайындалатын қамыр. 2 пиццаға арналған қамырдың рецептісін описаниеге жазып қалдырамын. Неге осылай жылы сумен дрожж салып, міндетті түрде пиццаға зәйтүн майын қосып ашытамыз. Бірінші осылай илеп аламыз. Қамырын жұмсақ қылып осылай илеп аламыз. Содан соң бір ескертеу кететіні, әртүрлі бізде ұндардың тығыздығы әртүрлі болғандықтан описаниеде жазылған рецепт бойынша кішкене плюс-минус болуы мүмкін. Жұмсақ та емес, өте қатты да емес, орташа қылып осылай иін қандырып тұрып илейміз. Содан соң бетін жауып жылы жерге кішкене көтерілгенше қойып қоямыз. Жарты сағаттай қойсаңыздар болады. Неге біздің қамырымыз ашыда, оны теңдей 2-ге бөліп, яғни 2 пицца болғандықтан қайтарып қоямыз. Тысымызға қайтадан салып, зәйтүн майымен тағы да сыртына кішкене жағып қоямыз. Міндетті түрде зәйтүн майын қосамыз. Осылай барлық жеріне зәйтүн майын тегізіп, бетін жауып, тағы да кішкене 5-10 минут қойып қоямыз. Неге біздің қамырларымыз енді дайын болды, енді алып жасай берсеңіздер болады. Оқтаудың көмегімен осылай жайып алдым, немесе қолдарыңызбен де жайып алсаңыздар болады. Дөп-дөңгелек қылып жайып, осылай шетін самса бүкендей немесе бір қайтарып осылай басып, кішкене өрнектесеңіздер болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай айналдырып осылай шықсаңыздар болады, немесе ондай керек емес десеңіздер, жай ғана дөңгелек етіп жайып қойсаңыздар болады. Неге? Енді бірден табаға салмай, осылай астына пергамент қағазын төсесеңіздер, сізге ыңғайлы болады. Көтеріп кейін алуға. Осылай 2 пиццаны бірден салып алдым. Соусын өзіңіздің қалаған соусыңыз, мен тек қана кетчупке кішкене қойылау болғандықтан қайнаған су қосып солай жасай салдым. Алдағы уақытта пиццаның соусын дайындап рецептісімен сіздермен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай сырды сеуіп жатырмын. Сыр 2 түрлі сыр. Бірінші моцарелла, яғни пиццаға арналған сыр. Екінші сәл простойлау, яғни арзандау сыр. Кішкене эконом болу үшін солай жасадым. Негізі пиццаға тек қана моцарелла, пиццаға арналған сырды қолданады. Мен 2 түрлі пицца жасап көрсетіп жатырмын. Бірінші мінекей пепперони деп аталады барлық жерлерде. Екінші маргарита. Маргарита, яғни тек қана помидормен дайындалатын пицца. Осылай помидорларды қойып шығып, егер сіздің сырыңыз тағы да көптеу болса, бұның үстіңгі бөлігіне де қойсаңыздар болады. Ал печкамызды ең жоғарғы, яғни максималды градусына қоямыз. Менде 250 соған қойдым. Содан соң 7 минутта пісіріп аламыз. Пиццамыз пісіп шықты. Енді оны кесіп аламыз. Осылай немесе пышақпен кесеңіздер де болады. Өте жұқа болып шықты. Сыры да созылып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал екінші бізде маргарита пиццасы, оны да кесіп аламыз. Шынымды айтсам, маргарита пиццасын бірінші рет дәмін татып көріп тұрмын. Помидормен болғандықтан ешқашан алып көрмегенмін, бірақ өте дәмді шығады, яғни помидормен де өте дәмді шығады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.